Бүгінде білім мен мәртебелі мамандық адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Мектеп оқушылары қандай мамандық таңдаймын, қай оқу орнының студенті боламын деп бастауыш сыныптан ойлай бастайды. Соңғы 2 жыл бүкіл әлем бойынша көптеген мамандық иелері үшін қиын болды. Әсіресе қонақжайлылықты талап ететін туризм, бөлшек сауда және ойын-сауық секторлары карантин шектеулерінен қатты зардап шеккен. Ал жалпылама зерттеулерге сәйкес ақпараттық технологиялар, қаржы және ауыл шаруашылығы секторлары пандемия кезіндегі жағдайға төтеп бере алған. Дағдарыс фармацевтика, сауда және өнеркәсіпке де айтарлықтай әсер еткен. Еңбек нарығы көбінесе жұмыс процестерін автоматтандыру мен цифрландырудың әсерінен үнемі өзгеріп отырады. COVID-19 пандемиясы салаларға басымдық беру арқылы бұл процесті одан әрі жеделдетті. ақш еңбек статистикасы бюросының есебіне сәйкес салалар дамыған сайын осы салада жұмыс істейтін кәсіптер мен мамандарға сұраныс артады. Американдық Business Insider сайтының мәліметінше, қазір әлемде ең көп сұранысқа ие мамандықтарға дәрігерлер, медицина қызметкерлері мен фармацевт мамандар, инженерлер, бағдарламашылар, құрылысшылар және аспаздар жатады. Жоғары оқу орнына түсу кезінде оқу профилін таңдағанда немесе кәсібін өзгерту туралы шешім қабылдаған адам жұмысқа орналасу мүмкіндіктері, мансаптық перспективалар және табыс деңгейіне байланысты еңбек нарығындағы мамандықтарға сұранысты ескеруі керек. Ал еліміздегі жағдайға тоқталар болса, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бұған дейінгі жылдары және алдағы уақытта педагогика, IT және технологиялық бағыттағы білім салаларына грант көбірек бөлінеді деп мәлімдеді. Себебі елімізде аталмыш сала мамандарының тапшылығы сезілуде. Сондай-ақ медицина мамандарына деген сұраныс та жылдан жылға артпаса кемімек емес. Министрдің айтуынша, гранттарды министрлік өз бетінше бөлмейді. Оны үлестіретін арнайы әдістеме бар. Жұмыс берушілер Атамекен палатасы және еңбекпен қамту министрлігімен грант бөлу бағыты бойынша жұмыс істелінеді. Олар жетіспейтін мамандар бойынша мәлімет береді, кейін нарыққа қажет және керісінше саны тым көп мамандар тізімі жасалып, грант бөлу кезінде берілген деректер ескеріледі. Статистердің айтуынша, әлем бойынша жыл сайын 25 миллионнан аса адам өзінің жұмыс орнын ауыстырып, оның 12% қайтадан өз орнына қайтып оралады екен. Сондықтан да жанын қалайтын маман иесі атанудың маңызы зор. Мүмкіндігінше сәнге айналған мамандықтың соңынан жүгірмей, ақылға салып сұраныстағы маман иесі атанған абзал.